Қазақтар неге сатуға жоқ? Неге біз бір бизнес жасасақ, бір күшті сату техникаларын онша меңгере алмаймыз, иә? Мысалы, түріктер, өзбектер сияқты сата алмаймыз, иә? Оны мойындау керек қой енді. Бізде алсаң ал, алмасаң қой деп ренжіп қаламыз, иә. Бір нәрсені ұсынасың, алмай қалса ренжіп, отказ алсақ эгомызға көтере алмай, бизнесі құрсын. Өйтіп жалынғанша істемей қояйын деп сөйтіп біраз әңгіме айтып тастаймыз бұл біз. Сосын психологқа барамыз. Мен отказ алуға қорқамын, психотравма алып қалдым, жаңағы біреу менің бетімді қайтарып тастады деп. Бұның барлығы біз көшпенді өмір салтынан алынған. Көшпенді халықтар біреуге зат сатып жүрмеген. Көшпенді халыққа бір нәрсе ұнап қала ма, барады да басып алады. Болмаса сөзбен бір дискуссияға келеді да бүйтіп. Переговормен алып қойғанбыз ғой біз. Бізде көбірек не істеу керек, сол үшін үлкен инвестиция тартып переговор жасайтын, келіссөз жасайтын темаларға кіру керек қазақтар бірінші. Екінші, жаңағы ұрда жық төбелеске кірісу керек. Бізде UFC дегеннің отаны Қазақстан болады болашақта. Бізде екінің бірі төбелеседі ғой. Бізде екінің бірі UFC-ның жауынгері ғой. Кез келген қазақ төбелеседі. Кез келген қазақта жауынгерлік рух бар. Сондықтан бізге төбелесті, боксты, жаңағы төбелеске қатысты дүниенің бәрін дамыту керек. Бізге сату анау мынау деген жүрмейді. Біз отырықшы халық емеспіз, біз сарт емеспіз да. Біз ойлаймыз, сату ол сарттардың темасы, саудагерлік ол сарттардың темасы. Көпестер ол сол жаңағы отырықшы халықтан шығады деп. Біз өзімізге сатуды арланамыз сатудан. Сатуды ұят санаймыз. Бізге келіссөзбен алу деген. Сатуды бізге қазаққа түсіндіру керек. Бұл сату деген қиқайт ету емес, сату деген келіссөз жүргізу деп. Сонда қазақ өзінің көшпенді өмір салтын қазіргі заманға икемдеген болады.